Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге мен Алпамыс Окей, міндетті түрде маған тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басып, және де осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Келісесіздер ма менің пікірмен, келіспейсіздер ма білмеймін, обязательно комментарийге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, себебі мен міндетті түрде оқитын болам. Енді достар, превьюдан өздерің көріп жатқандай, мен бұл жерде жаңағы кім мықты деп біреуді жоғарылатып, немесе біреуді төмендетейін деп жатқан жоқпын. Бұл жерде жай ғана кеше ғана көрдіңіздер, Аргентина мен Франция арасында чемпионат мирада кім мықты екендігі шешілген болатын. Аргентина бірінші орында алды, бірақ бұл жерде Франция масқара төмен ойнады деп, немесе жаңағы вообще ойын көрсете алмады деп айтуға болмайды. Франция кәдімгідей достойно ойнады. Тіпті жаңағы Мбаппені де төмендете алмаймын, себебі Мбаппе де кәдімгідей жаңағы ең үздік бомбардир ретінде жаңағы золотой мяч дейміз ғой, золотой мячын алды. Енді достар, менің айтатын нәрсем, бұл жерде кім мықты деген тұста айтатын дүнием, бұл жерде осы именно соңғы ойын, шешуші ойын, кімнің мықты екендігін көрсететін ойынға қарап талдау жасамақшымын да. Давайте сол туралы әңгіме қозғайықшы. Мысалға Мессиді алайық. Неге бұл уақытқа дейін Месси и Месси қазір дәл сол Месси деп айта беретін атын осы ойында дәлелдеді да? Қалай? Мессиді байқасаңыз, ол шабуылшы ретінде мен ана жақтан, мен мына жақта күтемін деген нәрсе жоқ Мессиді. Мессиді егер кеше байқасаңыз, даже тіпті Франциямен ойнаған ойында шабуылшы ретінде де көреміз, және де одан бөлек қорғаушы ретінде де өз жағында жүргендігін байқадыңыз ба? Ал Мбаппеге келейікші. Бірінші таймда 45 минуттықта вообще плюс еще 7 минут қосып берді. Вообще Мбаппені бір-ақ жерде көрдік, и то случайно доп беріп қалған тұста ғана көрдік. Бұл жерде мен Мбаппені төмендетіп атқан жоқпын, ойнай алмады ғой деп. Просто Мбаппе жай ғана қорғанушы ретінде ғана өзін сақтады да. Яғни маған қазір допты алып келеді, мен салам дейтін адамның позициясын ғана ойнады. Мен кеттім, допты алып келуім керек, өзім баруым керек до конца деген әңгіме болған жоқ. Ал Мессиге келетін болсақ, Месси қорғаныста да болды, және Месси шабуылда да болды. Және егер байқасаңыз, Аргентина бірінші таймда бір рет Францияны прямо Аргентинаға келіп қауіпті жағдай тудыратындай бір дүние жасатқызған жоқ. Как только алып келейін деп жатқан жерінен Аргентина алып келеді да, мына жаққа қарай шабуыл жасайды. Осы жағынан алып келетін болсақ, Аргентина өте жоғарғы дәрежеде ойын көрсетті. Менде мынандай нәрседе, мен бұл жерде Мбаппені төмендетіп атқан жоқпын. Просто Мбаппе деп айтамыз ғой, ол действительно мықты, действительно күшті. Просто позиция жағынан сәл өзінің бір мен шабуылшымын, маған алып кеп берсін деген ғана жағынан қарастырды өзін. Және егер менде мынандай сұрақта көбісі айтып отырады ғой, маған қазір жазуы мүмкін, ой, ол осынша гол салды ғой, 4 гол салды, 4 гол. Ал егер вдруг жаңағы кімге, Мбаппеге алып келмеген жағдайда болса не болатын еді? Егер Мбаппе жаңағы көрдіңдер ғой, біреу Францияның ойыншысы не жасады? Пенальтиге бір шанс алды, дұрыс па? Содан кейін Мбаппе теуіп гол салды. Содан кейін барып Франция жанданып кетті. Масқара, шабуылдары күшейіп, Аргентинада күшті ойын басталып кетті да содан кейін. Ал егер ол 80-ші минутта, а егер сол пенальти болмаған тұста не болатын еді? Біз қазір сол уақытқа дейін, сол 80-ші минутта пенальти бол Мбаппе салды да, бірақ сол кезге дейін елдің барлығының ойлап жатқаны, айтып жатқаны интернетте, Мбаппе неге ойын көрсетпей жатыр? Тіпті комментаторлардың өздері де Мбаппе не раздевалкада ұмыт кеткен ба? Как будто андай ощущение болды ана жерде. Мбаппе вообще поляда жоқ сияқты ше, вообще көрінбей тұрған сияқты, просто біреу шалынып, Аргентинаның адам шалынып налып қалған екен, Мбаппе сол жерде гол салып өзін көрсетіп жіберді да. Одан кейін арада 1 минут өтіп, 1-ақ минут өтіп,
өзі идеальный гол салып жіберді ғой. Вот содан кейін қызу ойын басталды. Жаңа базар жоқ, бұл жерде көбісі айту мүмкін, но енді сен брат үйтіп айтып болсай, Месси де сөйтіп пенальтимен бірінші голын салды ғой. Блин, просто понимаешь, бұл жерде Мессидің бір ерекшелігі, ол масқара ойынға қатысты да, брат, понимаешь, адамдарға мақұл гол салудан бөлек, адамдарға қызық нәрсе ол ойын көрсету да, түсініп жатсың ба? Ойын көрсету. Жаңағы мысалы Мбаппе базар жоқ, 4 гол салу мүмкін ба, 5 гол салу мүмкін ба, базар жоқ. Мақұл Месси одан төмен салсын, бірақ Мессиді не үшін жақсы көреді? Месси тырмысады, талпынады, жүгіреді, құлайды, даже құлағынан да жарақат алды. Үсті басы кір-кір, чемпионат мираны қайталап көріңдерші. Үсті басы кір-кір барып золотой нені жаңа бірінші орында алып көтеріп жатыр да. Мысалға да Мбаппеге қараңдар, мен енді үстіне қарап адамдарды рассуждать етпеймін, бірақ реально да Мбаппе Месси тырысады да, талпынады да, Месси ше ұмтылады, допты алам дейді, екі ойыншыны алдауға тырысады, сондай да. И солысымен халыққа ұнайды. Халыққа не только гол салуың, халыққа еще ойын көрсетуің де ұнайды да. Сол үшін мен бұл жерде Месси керемет ойын көрсетті, және Месси дәл осы чемпионатта ең үздік ойыншы ретін атағын алуға лайықты деп есептеймін. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын болам, достар. Міндетті түрде. Мен бұл жерде Мбаппені тағы да айтам, төмендетіп атқан жоқпын, әртүрлі жағдай болады. Бұл жерде тек қана Мбаппе нашар ойнады деуге де болмайды. Бұл жерде командалық ойында команда да шешеді. Команданың ұйымдасуы, бүйтіп бір-бірімен тырмысуы, сол нәрседе бұл жерде тек қана Месси мықты екен, Месси гол сала берді деген дүние болмайды. Мысалға, бірінші голды жаңа пенальтиді Месси салса, екіншіні Ди Мария салды мысалға ше. Бұл командалық ойында, сондықтан да жалпы ойын, жақсы ойын көрсетті деп, Месси мен жаңа Мессидің командасы Аргентинаны айта алам. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Мен оқитын болам. Кеттік, достар.